Туроператор сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін туроператор және турагенттік қызметтің негіздері пәні бойынша 13-ші дәрісіміз бұл цифрлық технология және туроператорлық қызмет. Жалпы бүгінгі дәрісте біз туроператорлық қызметте, турагенттік қызметте цифрландырудың, цифрлық қызметтің, цифрланудың, цифрлық технологиялардың маңыздылығы туралы айтамыз, және ол туризм индустриясына қалай әсер тигізеді. Сонымен қатар осы туристік қызметтердің сапасының артуы және де әртүрлі қауіпсіздік деңгейлерін қалыптастыруда цифрландырудың маңыздылығы туралы айтылатын болады. Жалпы туристік бұл дәрістің мақсаты цифрлық технологиялардың туроператорлық және турагенттік қызметтегі рөлі мен олардың тиімділігі талқыланатын болады. Жаңа технологиялар қолдану жолдары мен артықшылықтары туралы толықтай ой қалыптастыратын боламыз. Жалпы дәрістің негізгі мақсаты, міндеттері, яғни цифрлық технологияның туризм индустриясының маңыздылығын көрсету, туроператорлар үшін цифрлық құралдарды қолдану қандай негізге бағынады. Сонымен қатар онлайн платформалары турист қызметке және туроператор қызметке қалай әсер етеді, жасанды интеллект, сонымен қатар цифрландыру, инновация деген осы негізгі түсініктерді қалыптастыра отырып, туроператор қызмет қалай жүретіні туралы толықтай ой қалыптастыратын боламыз. Жалпы цифрлық технология және туризм индустриясы қалай байланысты? COVID-19-ға дейін цифрландыру жүйесі туризм саласына кіріккен болатын, алайда толыққанды емес. Ең негізгі фактор ол COVID-19 пандемиясының болуы, әртүрлі дестинациялардың толықтай жабылуы, сонымен қатар турист қызметтің қауіпсіз болуы үшін осы цифрландыру толыққанды кірді деп айтуға болады. Енді цифрландыру ең бірінші бізге туризм индустриясына қалай әсер етеді? Ол ең бірінші ыңғайлы, тез, және де ол осы туристерге тез қолжетімді болғандықтан тез кірікті осы салаға. Енді оған мысал айтатын болсақ, туроператор қызметте немесе турагенттік қызметтегі цифрлану технологиясының тез кірігу, ол онлайн жүйенің, онлайн брондау жүйелерінің тікелей тез дамуы болып табылады. Қазіргі таңда әрбір турист өзіне қажетті туристік өнімді тікелей онлайн брондау арқылы, осы цифрлық технологиялар арқылы немесе әртүрлі қосымшалар арқылы өзіне тиімді және де қолжетімді бағада әртүрлі турларды, туристік дестинацияларды қарап, анализ жасау арқылы өзінің белгілі бір қызметтерді ала алады. Енді цифрлық трансформация туроператор қызметке қалай әсер етті? Енді жалпы цифрландыру, цифрлық даму деген ол туроператор қызмет бизнесіне тікелей әсер етті және өзгертті деуге болады. Себебі туроператорлар бұрын қолмен әртүрлі брондау жүйесін жеке жасайтын болса, қазіргі таңда әртүрлі туроператор, әртүрлі қосымшалар арқылы, әртүрлі сайттар арқылы туристермен тікелей байланыса отырып, онлайн байланыса отырып, деректерді талдау арқылы, осы цифрлық трансформация арқасында әртүрлі маркетинг стратегиялар жүргізу арқылы осы онлайн брондау жүйесі тікелей кірікті туроператор қызметке. Жалпы цифрлық технологияның туроператор қызметтерде қолдану қалай жүргізіледі? Ең бірінші ол жаңа айтып өткенде тиімділік, ең бірінші қолжетімді, ол сонымен қатар онлайн платформалар, мобильді қосымшалар арқылы қонақ үйлерді, орналастыру орындарын, экскурсиялық қызметті, ең кем дегенде көлік қызметтерін алуда осы онлайн платформалар, мобильді қосымшалар арқылы қолдануға болады. Атап айтқанда, мысалы, Booking.com, Expedia деген сияқты осы қосымшалар арқылы жұмыс жасауға және де туроператор қызметті тиімді алуға мүмкіндік болады. Екінші, жасанды интеллект және деректерді талдау. Бұл да бір туроператор қызметке жеңілдік әкелді деуге болады толыққанды. Себебі осы жасанды интеллект және деректерді талдау арқылы біз өзімізді мақсатты аудиториямыз тез анықтауға, тұтынушылардың немесе туристердің қажеттілігін болжауға және оларға арнайы ұсыныстар дайындауға мүмкіндік алдық. Үшінші, ол виртуалды турлар және әртүрлі технология қолдану арқылы туристік бағыттар мен қызметтерді таныстыру. Яғни алдын ала біз өзіміздің туристік өнімімізді толыққанды таныстыру осы виртуалды тур арқылы
яғни жасанды интеллект арқылы дамытуға мол мүмкіндік туды деуге болады. Ең соңғы ол онлайн маркетинг және әлеуметтік медиа арқылы тұтынушылардың немесе туристермен байланыс орнату. Бұл дегеніміз, яғни біздің барлық өнімдерімізді толыққанды жеткізу үшін және де олардан өнімімізді алған туралы кері байланыс алу үшін біз осы онлайн маркетинг немесе әлеуметтік жарнамалар, әлеуметтік медиа арқылы, яғни цифрлық технология арқылы біз тікелей байланыс жасай аламыз. Цифрлық технологиялар ол тек қана жақсы жақтары жоқ, оның қоса айтқанда туризм саласының кері әсері бар. Ол қандай? Яғни жеке бастың қауіпсіздігі деп айтуға болады. Яғни бұл жерде әртүрлі туристердің ақпараттарының тарап кетуі немесе әртүрлі хакерлардың белгілі бір базаларды бұзуы деген сияқты осы әртүрлі электрондық төлемдердің онлайн жүргізілуі де бұл да бір цифрлық технология даму арқылы кері әсері ол қауіпсіздіктің толықтай болмауы. Яғни қазіргі таңда көптеген туроператорлар болсын, көптеген басқа да қызметтер болсын, осы цифрлық қауіпсіздік жағдайын толыққанды жауап бере алмай отыр. Бұл да бір осы цифрлық технологияның дамуының бір кері әсері деуге болады. Енді цифрлық маркетинг және әлеуметтік медиа ол ең бірінші осы туристік дестинация, туристік өнімді жылжытушы факторлар, қозғаушы күші деуге болады. Ол ең бірінші туристік дестинация болсын, туристік өнімдерді болсын, толыққанды жылжытуға әсер етеді. Қазіргі таңда мысалға айтсақ, Instagram, Facebook, TikTok деген сияқты әлеуметтік желілер арқылы немесе YouTube каналдар арқылы біз өзіміздің өнімімізді толыққанды таныстырып, оны біз белгілі бір стратегиялық тәсілдер арқылы біз өзіміздің цифрлық маркетингті және әлеуметтік желілер арқылы жылжытуға мүмкіндік бар. Ол да бір цифрланудың оң әсері, цифрлық дамудың туроператор қызметке оң әсері деуге болады. Цифрлық платформалар мен қосымшалар ол артықшылықтар өте көп. Мысалға айтатын болсақ, ол белгілі бір жерге барған адамнан кері байланыс алуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар әртүрлі отзывтар дейміз, ревью дейміз, яғни белгілі бір қосымшаларда белгілі бір туристік нысан туралы, туристік өнім туралы, белгілі бір мейрамхана, қонақ үй туралы, жалпы оның бағасы туралы тікелей сол өнімді пайдаланған, сол өнімді толыққанды игерген туристерден жаңағы кері байланыс алуға мол мүмкіндік береді. Ондай қосымшалардың бірі мысалы Booking.com, TripAdvisor, Google Review немесе Тугис қосымшаларында да бар қазіргі таңда. Сонымен қатар Яндекс қосымшаларында да осы әртүрлі платформа арқылы біз кері байланыс жасауға мол мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар кері байланыс алғанда ол тек қана оң емес, теріс те кері байланыстар арып, оны біз әрі қарай туроператорлар өз бағытында, яғни өздерінің туристік қызметтерін жақсартуға мол мүмкіндік алады. Енді бүгінгі дәрісте біз жалпы цифрлық технологиялар туроператор қызметке қалай толыққанды кіргені туралы және де олар қалай байланыса отырып жұмыс жасайтын туралы толыққанды ақпарат түсіндірілген болатын. Ең бірінші халықаралық туроператор қызметтегі ол цифрлық технологиялар болсын, жалпы жергілікті туроператорлар болсын, ең бірінші біздің цифрландырудағы маңызды нәрсе ол қауіпсіздік деуге болады. Себебі қауіпсіздікті біз қамтамасыз ету арқылы өзіміздің туристерімізді толыққанды қанағаттандырамыз деп айтамын. Сонымен қатар туроператор қызметтегі цифрландыру көптеген туроператорлардың қызметтерін жеңілдетті деуге болады. Тез қызмет көрсетуге, сапалы қызмет көрсетуге, сонымен қатар жеңіл әрі оңай шешім қабылдауға ықпалын тигізді деуге болады. Мысалға айтатын болсақ, Каспий қосымшасы да ол цифрлық дамудың арқасында пайда болды. Қазіргі таңда туристер өзінің туроператор қызметтерді осы Каспий қосымшасы, Каспий Travel қосымшасы арқылы өздеріне қажетті
әртүрлі турларды, қызметтерді алуға болады. Бұл да бір туроператор қызметтің, яғни офлайн туроператор қызметтің онлайнға көшуі және онлайн travel agency'дің, яғни онлайн travel компанияларының көбеюіне де оң ықпалын тигізді деуге болады. Бүгінгі дәрісте осы цифрландырудың, цифрлық дамудың, инновациялық дамудың туроператор қызметке толыққанды әсер еткені туралы толықтай түсіндірілді. Бүгінгі дәрісте пайдаланған әдебиеттер тізімі осындай. Сонымен қатар қосымша әдебиеттер бүгінгі дәріс бойынша ақпаратты толыққанды игеру үшін қосымша әдебиеттер қарап, шолу жасап түсінуге тырысыңыздар. Сонымен қатар практикалық тапсырма осы қосымша әдебиеттерге байланысты болады. Назарларыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар.